Бұл Расул кейін ойыны. Бұл жерде мен қағаздармен бір сөз сөйлеп айтамын. Сол бойынша балалар номерін айту керек. Бұл жерде 4 қағаз бар. Әр қағазда 8 кеспе қағаздан бар. Барлығы 38 кеспе қағазы. Мен мына жерде мысалы have dinner десем 25 деп айту қажет. Сосын орнына қою қажет. Міне бұлай. 25 деп айта ма, әлде ағылшынша айта ма? 25 деп ағылшынша айту қажет. It's half past. Бұл жерде half past 11. Бұл жерде 11 жарым деген сан. Бұл жерде 17 деп айту керек. It's 3 o'clock деген 3 болып тұрған. 6 деп айту керек. Сосын play computer games деген 21. Сосын 21 деп айтады. Сосын баланың қолымен қағаз беріп қою қажет. A helmet and a gloves. Бұл жерде қолғап пен дулыға. Қолғап пен дулыға. 5 деп айтады. Do exercise деген бұл жерде 9. Wednesday бізде жазылып тұрады. Бұл жерде 8. 8. 13 бізде apple. 13 деген осы. Do homework. Do homework. Do exercise. Жаттығу жасау бар ма? Have breakfast деген бізде 18. Мына жерде ең керек сөздер. Мен бірінші, екінші тоқсандағы сөздердің барлығын алдым. Бұл жерде балалар сөздіктерді жақсы жаттайды. Осылай адамдармен қарым-қатынасы жақсы болады. Бұны достармен бос уақытында, сосын отбасы мүшелерімен де ойнауға болады.